Келесі біздің бірінші бөлімнің нүктесін қоятын спикеріміз, арнайы қонақ болып шақырылған спикеріміз, өз хақыңызды білесіз бе деген тақырыпта практик заңгер, заң ғылымдарының кандидаты, PhD доктор, қылмыстық кодекс авторларының бірі, публицист, қарсы алыңыздар, Алмас Жұмағали мырза. Намаздар, армысыздар. Ашып тұр ма? Қазір ашып тұр. О, ашып тұрса болдым, жағым жақпын. Жақсы, құқық туралы түсініктеріңіз қандай өзі? Құқық деген өміріміздің айнасы. Қайда барсақ та ол бәрібір алдымыздан кездесіп отырады. Өзі мынандай сөз бар ғой? Все, что ты должен, написано в налоговом кодексе дейді. Все, что ты не должен, написано в уголовном кодексе дейді. Қылмыстан да. Қалғанның барлығы на твое усмотрение дейді. Дәл осындай. Сол екі нәрсені білгеніміз абзал да. Енді жалпы мектепте сіздер құқық туралы өттіңіздер ме? Құқықтыдан. Қаншалықты өттік десекші. Иә. Жалпы мен мектептің 10-шы класс оқулығын жаздық, 6-7 жыл мен жаздым. Сонда біз көп таяқ жеген мен болатын ол жерде. Өйткені себебі мен қылмыстық бөлім, құқық бөлімін жаздым да. Анау білім министрлігінде бір тәте отырып алған, 40 жыл географиядан сабақ берген. Сосын отырып алып айтады, сенің мысалдарың бәрі қатыгез дейді. Неге? Өйткені айтады, өйткені сен қылмыс туралы айтасың дейді. Кісі өлтіру, зорлау, тонау, қарақшылық. Мен айтамын, мен оны романтикалық туралы айта алмаймын деймін. Так, ал енді неше жастан бастап жауап береді, білесіздер ме? Қылмыс үшін. Так, 15 дегендеріңіз қол отырыңыздар. 16 дегендеріңіз қол отырыңыздар. 18 дегендеріңіз қол отырыңыздар. Так, 14 дегендеріңіз қол отырыңыздар. Жақсы. Көрдіңіздер ме? Біркелкі жауап жоқ сіздерде. Негізі 16 жастан бастап жауап береді, бірақ 30 қылмыс бойынша 14 жастан жауап береді. 30 қылмыстың ішінде, ал қандай қылмыс деп ойлайсыздар? Ауыр қылмыстар ма? Тяжкий дейді біреу. Ауыр қылмыстар ма? Ұрлық, төбелес? Хулиганство, бұзақылық. Жеңілдерден жауап береді. Жеңілдерде? Яғни кісі өлтіру үшін жауап бермейді 14 жастан. Ол ауыр ғой. Вот көрдіңіздер, біркелкі ответ жоқ. Негізі ол неге алынған? Бала 14 жаста ұғына алатын, сезін алатын, кішкентай күннен бастап тәрбиеленген, оған естілген таныс қылмыстарға жауап береді. Ол 30. Оның ішінде ауыр да, жеңіл де, орташасы да бәрі де бар. Жаңағы географ апай отырып айтады, сенің қылмыс әрекеттерің бәрі жаңағы қатыгез дейді. Мен айтамын, сіздер қызықсыздар. Ана жаққа жауап жібереміз, айтсамыз кәдімгідей. Білім министрлігінен. Сіздер қызықсыздар деймін. Олар 10-шы кластың баласы нешеде? 16-17-де. Айтам сіздер 16-17-де оларға мен айту болмайды деп маған ұрсасыздар, бірақ 14-тен бастап соттаватсыздар. Сонда қалай? Оларға айту болмайды, бірақ соттауға болады. Ал енді университетте оқығандарыңыз бар ғой, жоғары оқу орны бар ма? Құқық деген сабақ өтті ма? Не есіңізде қалды? Жалпы құқық деген не екені есіңізде қалды ма бірдеңе? Жемқорлық туралы айтылады. Жемқорлық туралы айтылады, жақсы. Сосын Одан кейін жоғары оқу орнында қабырғасында жүрген. жақсы. Енді адам құқығы деген барлығы аспандағы сияқты айтылады да, бірақ ол күнделікті өмірімізде біздің кездесіп жатыр. Соны біз байқамаймыз, ұқпаймыз, сезбейміз, білмейміз. 14 жастан сіздер мысалға көбіңіз қаржылық блок шешем деп келдіңіздер осында, солай ғой? Қаржылық блок шешемді мен кәсіпкерлікті бастайын деп келдіңіздер. Ал кәсіпкерлікті, құқықты білмей бастай алмайсыз ғой? Міндетті түрде. Сосын жаңағы біз балаларға қызық жері русский рулетка деген ойын бар ғой, соны ойнатып қойдық балаларға. Неге? Мысалға бала, кішкентай бала шығады да бүйтіп бірдеңе жасағысы келіп тұр, қызық. 15-тегі бала, 16-тағы бала қызық жасағысы келіп тұр. Өйткені бала деген қызық қой, қызық бірдеңені сындырып көргісі келеді ғой. Бірақ білмейді да, қылмыс па, қылмыс емес па. Бірақ жасағысы келіп тұр, қызық. Сосын ойлайды да, қойшы, бірдеңесі болады дейді, жасап көреді. Русский рулетка деген бар ғой, 6 атар мылтықтың ішіне, пистолеттің тапаншаның ішіне бір оқ салады, айналдырып атып көреді. Өлсем өлдім, өлмесем қалдым. Сол ойын сияқты біз балаларды осылай тәрбиелеп шығарып жатырмыз. Оны мемлекет біздің қызық жері
қолға алып жатқан жоқ, құқықтық мемлекет деп конституцияда жазып қойған, бірақ құқықтық сабақ беретін мектепте маман жоқ. Өйткені ондай мамандық жоқ атымен. Мысалға, мұғалімдер бар ма араларыңызда? Біреуіңіз география пәнінің бар ма, біреу тарих пәнінің бар ма, біреу математика пәнінің бар ма, бірақ құқықты сабақ беретін мұғалім бар ма? Арнайы мұғалім жоқ. Кім береді, білесіздер ма? Тарихшылар береді. Ал тарихшы адам, мен тарихтан өзім тым қақпайтын болсам, тарихшы адам құқық туралы да сондай қақпайды. Ол не үйретеді өзі білмесе құқықты? Енді ол оқып алады ғой ана кітаптан кішкене болса да, бірақ ол кітаптан оққан басқа. Тіпті заңгерлердің өзінде бізде, мысалға, заң факультетін 4 жыл бітіріп оқыған адамдарды студенттер мойындамайды. Неге? Егер ол сен өзің сотқа қатысып көрмеген адам болсаң, мойындамайды. Иә, мысалға, өмір бойы қасық туралы үйретесің, бірақ өмірі қасықты көрмегенсің, ол қалай? Дәл сол сияқты құқық туралы да дәл солай. Сондықтан осының жаңағы орнына келтірейік деп біз ақырын халыққа үйрете бастайық деп жатырмыз. Негізінен ол мамандық жоқ, мемлекет оны қолға алған жоқ. Енді жаңағы 30 қылмыстан шамалап айтып өтейін. Азамат, бұлар міндет жасауға болмайды. Балаларыңыз үшін өзіңіз жасамайсыз, онсыз да тәрбиеңіз бар. Бірақ балаларыңыз үшін, мысалға, ұрлықты, кішігірім ұрлық деген бар. Иә? Бірдеңе ұрлап алып қойды, оны бірдеңе келісуге болады. Иә? Өйткені оның әкімшілігі бар, қылмыс емесі бар. Ал қорқытып алушылықта ондай жоқ. Мысалға, үлкен балалар 10 кластың балалар шақырып алады да, 8 кластың балалар шақырып айтады. Ертең 500 теңге әкел, айтса сындырам дейді. Қылмыс осы жерден бітті. Ал 10 кластың баласы ол сіздің балаңыз болуы мүмкін. 8 кластың баласы да сіздің балаңыз мүмкін. Қылмыс осы жерден бітті негізі. 500 теңге болсын, 1000 теңге болсын бәрібір. 500 теңге ұрлап алған үшін соттамайды. Өйткені себебі оның жеңіл, ең төменгі мөлшері бар. Ал қорқытып алушылықта жоқ. Оны білесіз бе сіз? Оны балаңыз біліп тұру керек уже сол кезде. Сіз оны балаңыз түгел, сіз де білмейсіз оны. Солай ғой. Ал кісі өлтіру туралы енді бәріміз білеміз, айтпай қояйық. Анау адам атаның балалары түскенде Қабыл мен Абыл бір-бірін өлтіргеннен бастады ғой ең басында. Сол қылмыстық кодексте сол кісілер ашып берді негізі. Қызғаныштан өлтірді, содан басталды. Ол туралы айтпай қояйын, 14 жастан бастап жауап береді. Одан басқа жаңағы қорқытып алушылық, вымогательство. 500 теңге әкел, сындырам десе бітті, қылмыс бітті. Бір-екі рет удар жіберсе болды. Так, ұрлық. Яғни кішкентай кезінен бастап үйретілген, сен ұрлама, тонама, былай істеме деп. Зорлау кіреді ішіне. Тіпті диверсия деген қылмыстың өзі кіреді соның ішіне. 14 жастағы бала диверсияның не екенін білу керек. Диверсияны білесіздер ме? Диверсия деген не? Басып кіру? Мекемеге басып кіру. Жоқ, мекемеге емес. Ол сіз соғыс кезіндегі диверсияны айтып тұрсыз. Бейбіт уақыттағы диверсия бар. Мысалға, Қытайдан біреу әкеп личинканы бүйтіп үлестіріп тастайтын болса, ненің шегірткенің личинкасын таратып тастайтын болса, бұл диверсия. Неге? Өйткені шегірткенің личинкасы тарайды да, егінді жейді, егін жегеннен кейін экономика әлсірейді. Сол мақсатпен жасап жатқан нәрсе. Мысалы, оны 14-тегі бала білсін деп ойлайды. Оны білмейміз. Енді мысалға, қыз алып қашу қылмыс па жоқ па? Жаңа бір кісі айтты ғой, мені алып қашып кетті деп ше. Так. Әлде біздің дәстүріміз бар? Қай кезде дәстүр, қай кезде қылмыс ол? Қазір ағаны тыңдайық, басып алып қашса қылмыс ал? Келісіммен алса қылмыс емес. Ал енді келісіммен болса да ол айтады ғой, сценарий бойынша жыл айтып оған мән берме, анау мынау, сосын барғаннан кейін бір 2 дипломы бар. Жоқ, қыздарды алып қашып келген қыздарды көндіру бойынша атақты деген дипломы бар. 2 жеңгешке отырады айтады, өскен жерге келдің, өнген жерге келдің, анау мынау кетпе, қарға айт, кемпір жатқызып қояды жерге, Құран қойып қояды, солай ма? Солай ғой? Былай міне, қыз алып қашу негізі дәстүрі бар бізде. Бірақ ол қандай дәстүр еді? Біз ұмытып қалдық. Ол ерліктің дәстүрі еді кезіндегі, өрліктің, махаббаттың дәстүрі еді. Мысалға, еңлік кебек, қалқаман мамыр шығармаларын оқыдыңыздар ғой. Мысалға, ол кездегі еңлік пен кебекте айтады, анау ру мен мынау ру қыз алыспаймыз бір-бірімізбен деп шешті. Иә, біз туыспыз деп шешті. Иә, қан араластырмаймыз деді. Содан екеуі бір-біріне махаббат болды. Содан кейін барып, ана бір-біріне айтады, ақсүйек ойнап жүріп ұнатты. Анау қызды біреуге үшінші әйел қылып атастырып қойды. Ол ұнамайды да, үшінші әйел болуға біреуге ұнамайды. Ал жерде сүйген жігіті бар. Сосын сүйген жігітіне айтады, сен мендіксің ба? Мен сендікпін. Ол айтады, иә, мен сендікпін. Яғни мен алып қашуға сенің шамаң толқын жете ма дейді уже. Яғни ұстап алса екеумізді де өлтіреді. Өлтіреді ғой. Ол кездегі заң бойынша ұстап алса екеуін де өлтіреді. Ата заңын бұзған үшін.
өлтіреді. Сол өлімге дайынсың ба? Анау айтады, иә дайынмын. Вот сол махаббаттың дәстүрімен екеуі қашады бірге. Нағашыларына қашып кетеді, анда қашып кетеді, мында қашып кетеді, сөйтіп қашып, содан кейін барып билер алып өздерінің шаруаларын шешкеннен кейін бір-бірімен алмасып, кешірім беру мүмкін. Болмаса Еңлік пен Кебек Қалқаман мен Мамырда, Еңлік пен Кебек екеуін өлтіріп тастады. Ал Қалқаман мен Мамырда, жаңағы Қалқаманның Мамырдың атастырылған жігітіне Қалқаманды атуға рұқсат берді. Шауып өтеді, атсаң дейді, тигізсең өз мергендігіңнен гөрі, өлтірсең өшіңді аласың. Тигізе алмадың ба, өзіңнен гөрі. Онда амандық береміз дейді. Сөйтіп солай шешті. Сол махаббаттың дәстүрін біздер жабайылықтың дәстүрін айналдырып жібердік. Біз қазір ойлаймыз, шыға саламыз да, о, нақпалған қыз мен үшін Құдайдың берген сыйлығы, о дейміз, аламыз да, кетеміз үйге. Сосын үйге барғанда жеңгешкелерім бар, өйткені ағамдікін де көндіріп берген, менікін де көндіріп береді дейміз де, сөйте саламыз ғой. Бұл деген жабайылық. КТК болсын, басқа анау арналар осыны айнала көрсетті. Ойбай, жабайы қазақтар сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, осылай, әлі сол бұрынғыдан қалып тұрған. Жоқ, бұрын керісінше еш жерде жоқ кезінде бізде махаббат үшін өзін құрбандыққа тіге алатын дәстүр еді. Ал енді қазір де бар ғой. Мысалға, той бере алмайды. Той жасай алмайтын болғаннан кейін шешесі айтады да, сен былтыр апаң күйеуге шықты, биыл сен күйеуге шығасың, қашып кет одан дейді. Сөйтіп екеуі келісіп қашады. Бұл дәстүр. Ал енді алып қашып кету, ол қылмыс. 125-ші бап қылмыстық кодекстің 8 жылға шейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал ешқашан бір адамды алып қашпайды. Міндетті түрде оның көмекшісі болады. Таксиде отыратын адам, рөлде отыратын адам, ұстап отыратын адам айтады, алаңдама. Ол өтірік сценарий бойынша жылай береді. Келіскенбіз бәрін дейді. Ал сөйтіп ол адам артта отырған адам косякқа кіріп кетеді текке. 12 жылға шейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Топ болып алып қашатын болса. Ал осыны білесіздер ме? Балаларыңызға айттыңыздар ма? Балаларыңыз біле ме? Балаларыңыз айтады, сенің нормальный машинаң бар ғой деп. Ана Opel Vectraға отырма деп айта ма? Қыздарыңызға айтасыздар ма? Байқаңыздар, Opel Vectraға отырмаңдар деп. Кейбір региондарда Opel Vectra деген машина танымал, сондықтан оларды айтылады ғой. Сондықтан ондай болмасын деп айтады, сенің нормальный машинаң бар ғой. Камереңмен алып қашайық, бәрі келісілген дейді. Балаңыз жақында ғана машина алып бердіңіз, ертең сотталып кетуі ықтимал. Ал оны балаңыз біліп тұру керек. Балаңыз білмесе, сіз ең болмаса сіз білуіңіз керек. Енді одан басқа. Бұл міндеттеріміз. Енді құқықтарымыз туралы айтайын. Азғантай ғана. Құқықтарымыз туралы, мысалы дүкендегі құқықтарыңыз. Тұтынушы ретінде құқықтарыңызды білесіз бе? Тұтынушы ретінде құқық, ол туралы заң бар екенін білесіз бе? Және заңның барлығы сіздің жағыңызда екеніңізді білесіз бе? Көп жерде адамдардың құқығы тапталып жатады. Айтады, ұнамай ма? Бар кет дейді. Ана ялянға барасыз, маған чек бер десең, ұнамаса алма дейді. Ол чек беруге міндетті. Міндетін есіне салған бетте, ол сразу ұмытып кеткен 40 жылғы кассасын алып сізге алып береді. Оны біз эксперименттен талай өткізгенбіз. Жасап береді. Енді құқықтарыңыз тапталып жатқанын сіз байқамайсыз. Бір тест жасаймыз сіздерге. Сүндет, келесісін көрсетші. Не көріп тұрсыздар? Так, мынау таныс, кімге таныс қол көтеріңіздер? Таныс, 2 адам, 3 адам. Таныс емес, таныс адамдар демей отырыңыздар, таныс еместер қол көтер. Таныс еместер кімге? Таныс емес. Жақсы. Так, қазір. Таныс еместер не көріп тұрсыздар? Жоқ, таныс еместер. Мына фото сізге таныс па? Бірақ сіз сиыр көріп тұрсыз. Жақсы. Сосын адам көріп тұрсыз. Сосын нені көріп тұрсыз? Күні көріп тұрсыз. Сосын не сияқты? Қар сияқты. Сосын лақ сияқты. Так, жақсы. Ал мен конкретно сұрақ қойын. Сиыр кім көріп тұр сиырды? Сиыр көріп тұрғандар. Сіз сиыр көріп тұрсыз ба? Үлкен сиыр, кішкентай сиыр. Жақсы. Так, ал жақсы. Сиыр көрмегендер қол көтеріңіздер. Сиыр көрмей тұрғандар. Мүмкін жақын отбасын көрмей қойған. Жоқ, одан емес. Қазір қараңыздар. Сиырды мен қазір сізге көрсетемін, ештеңесін басып тұрған жоқпын. Сиырдың ештеңе көрсетемін. Бұдан кейін постоянно сізге сиыр көрініп тұрады. Қазір айтамын. Мынау үлкен сиырдың басы. Мынау оң көзі, мынау сол көзі. Мынау тұмсығы, ана оң құлағы, сол құлағы.
бұл мына өте үлкен болып кетті мына сиыр. Менің компьютерімде кішкентай сиыр еді, өте үлкен болып кетті. Қар болып көрінді. Мынау нені бірден сиыр қылып көрмеу керек адамдар негізі. Қараңыз, сиыр көріп тұрсыздар ма? Үлкен сиыр бас шықты ма? Ал енді не үшін көрсеттім? Өйткені сіздер картинаны жинай алмайсыздар. Мына мысалға дүкенге кірдіңіздер ғой. Сізге айтады, сен қоя тұршы, ол әлі бұл ана келесің, мынау корейский товар ма? Қазақшасы қайда десең, қазақшасы жазылып тұр ғой. Мына товардың өзінде жоқ. Сосын ұнамаса алма бар. Саған абсурд етпеймін бар, шық дейді. Сондай әңгіме айтады ғой. Саған абсурд етпеймін дейді кейде. Жартылай құдай қойлар. Так, сол кезде сіз картинаны жинай алмайсыз. Сіздің құқығыңыз тапталып жатыр. Құлағы бір бөлек, ана құлағы бір бөлек бөлек жатыр да. Егер сіз өзіңіздің қақыңызды білетін болсаңыз, сол картинаны момент жинай аласыз да, не істеу керек екенін білесіз. Жинай аласыз мына жерде момент. Бұл сиыр енді өмір бойы постоянно осыны көрген сайын кетпейді көз алдыңыздан. Мынау негізі сиыр. Енді бұл енді сиыр туралы айттым, я. Құқықтарыңызды білу. Мысалы, дүкендегі құқықтарыңыздан ең қарапайым түрін айтайыншы, ең қарапайым. Мысалға, магнумге бардыңыз, чек алдыңыз, кетіп барасыз. Ешкім ештеңе бұзған жоқ, бәрі вежливый, бәрі сізге күліп қарсы алып тұр, я. Бір сіздің бір құқығыңыз бұзылып тұр, білесіз ба? Чекті алып қараңыз. Чек орысша тұр. Біз Қазақстан Республикасында тұрамыз. Мысалы, ең қарапайым түрі. Одан басқа миллиондаған рет сізді бұзып жатыр. Ал сіз оны байқамайсыздар. Өйткені ол сіздің байқамағаныңызды, сіздің құқығыңызды білмегеніңіз мемлекет үшін керек. Өйткені құқығын білмейтін адам шуламайды. А шуламайтын адам жыламайды. Жыламайтын адамға басқару оңай. Оп-оңай әрі бері ыңғайына жыға бересің. Ал қақсы білмейтін адамды таптау, басыну оңай. Келесіз? Мынау қыздың суреті, иә? Анау татуировка веган деген. Вообще татуировка адамдар бар ма бұл жерде? Татуировкасы бар. Жоқ, былай айта берсеңіздер де болады. Ешкім көрмейтін жерде болса да болады ол. Өзіңіз ғана көретін. Или бір адам ғана көретін жерде болса да болады. Так. Болса ғана жастықпен салады татуировканы, иә? Жас қыздар мен жігіттер салып жатыр татуировка. Қазір адамдар қасын қырып тастап үстіне татуировка салып жатыр. Солай ма? Қыздар. Құдай жаратпағанда одан сайын әдемі болайын дейді де, мынаны сырып тастап, не по адресу вообще үстінен салып қойып отыр, иә? Татуировка. Тату салондарға барады. Ал сіз білесіз бе? Бұның заңсыз екенін. Жоқ, білмейсіз. Неге дейсіз ғой? Өз еркімен беріп жатыр ғой, салып жатыр. Мысалға айтайын сізге. Мысалға, мен жерде құрдасым отыр, Ердіхан деген. Ердіханның мысалға бір саусағы өзіне мешайт етіп жүр, кедергі жасап жүр, кішкентай шынашаға. Шауып тастайын десе, өз қолын өзі кесе алмай жүр. Сондықтан айтады да, маған айтады да, саусағымды шауып берші, мен саған сол үшін iPhone берейін дейді. Мен келістім. iPhone керек болып тұрды. Келістім. Менікі заңсыз ба, заңсыз емес па? Рұқсат беріп тұр. Жазбаша рұқсат беріп тұр. Еще несі iPhone беріп тұр үстіне. Заңды ма? Кім заңды деп есептейді? Кім заңсыз деп есептейді? Мен соттай берем ма не? Мен айтамын ғой, Ердіхан өзі келсін деп. Расписка бар. Бұл заңсыз. Неге? Өйткені біреуге денсаулығына зиян келтіруге, ауыр зиян келтіруге оның үстіне, немесе орташа зиян келтіруге қандай рұқсат болса да болмайды. Заңсыз. Қылмыстық кодекс, басқа азаматтық кодекс осыған итермелеп тұр. Ал енді қараңыз. Мынау бетке татуировка салу денсаулыққа келген ауыр зиян болып есептеледі. Өйткені бет әлпетті қалыпқа келтіргісіз етіп бұзу, бұл денсаулыққа келген ауыр зиян. Қылмыстық кодекстің 106-шы бабы. Жоқ, қазір. Салондағылар временный несі батыр. Тату бар ғой, кетіп қалатын, временный. Постоянный, өзі кетпейтін нәрсе, ол заңсыз. А салондағылар действительно маңдай салып батыр. Мысалға былай істейік. Сіздің балаңыз 17-де барды, тату салонға барды, распискасын берді, келді, бетіне осындай не салып алды. Балаңыз, ұлыңыз, қызыңыз салып алды, иә? Сіз бардыңызда шум шығардыңыз. Шум шығардыңызда тату салонын сотқа бердіңіз. Сіз правсыз. Неге? Өйткені себебі қандай тату салон болса да бет әлпетке
тату салуға оның құқығы жоқ. Бірақ бұл туралы Қазақстанда бірде-бір адам айтып жатқан жоқ. Ешкім білмейді. Білесіздер ме? Бұл заң бойынша заңсыз нәрсе, өйткені бет әлпет қалпына келтірілмейді өз еркімен. Бұны тек қана лазермен келтіруге болады. Лазермен ғана келтіруге болады. Сондықтан қасты временно салса ол заңды, ал постоянно сақ қоятын болса заңсыз. Қастың өзі. Татуировка туралы білесіздер ме? Татуировка вообще дүниеде неден шыққан? Бүкіл тайпаларда ол документ ретінде пайдаланған. Ал қазіргі түрмедегілердің татуировкасы ғой, ол да документ. Мысалға, қараңыз, мына екі жердегі 8 бұрышты жұлдыз, бұл вор в законе дегенді білдіреді. Ал үстіне салынған ана кейбіреулер еркектер көрген шығар, баняда үстінде церковьтің суреті бар, шіркеудің купола, шіркеудің күмбездері. Ол не деген сөз? 3 күмбез тұрса, ол 3 рет отырған, сотталған. 4 күмбез тұрса, ол 4 рет сотталған деген сөз. Документ ол. Сосын екі жағын бетінде үлкен шіркеудің қоңырауы тұратын болса, ол ешқашан амнистия алған жоқ, ешқашан ерте шыққан жоқ, условно срочно алған жоқ. От звонка до звонка отсидел дегенді білдіреді. Ал сіздер ойлап қалмаңыздар, оның барлығы жай нәрсе деп, документ оның барлығы. Ал анау опущенныйларға, яғни өздерінің төмен түсіріп жүретін адамдарға бар түрмеде, оларға күштеп тұрып салған. Ол және ана жаққа барған кезде басқа камераға барса, басқа түрмеге барса, көрсетуге міндетті. Көрсетпеген жағдайда өлтіріп тастайды. Неге? Өйткені онымен амандасуға болмайды, сөйлесуге болмайды, оның орны туалеттің қасында. Возле параши дейді. Так? Сондықтан татуировка біз жастарымыз әуестенеді. Не салып болады? Жаңағы бабочка, көбелек салып болады, тағы басқа салып болады. Оның бар қолына 4-5 нүкте салып болады. 4 нүкте, ортасында 1 нүкте. Бұл негізі түрменің заңы бойынша одиночный камерада отырдым дегенді білдіреді. Ал оны мен махаббатымды күтіп жүрмін, сондықтан менде одиночествода бүйтіп салып жатырмындар. Шын ғой? Бар ма ондай? Ал сондықтан татуировкаға әуес балаларыңыз бар. Оны үйрету үшін біздің өзі үйрететін бағдарламаларымыз бар оны. Өйткені себебі мемлекет оны қолына алмайды екен, біз өзіміз жай адамдар өзіміз қолымызға алып жатырмыз. Келесі. Мынаны танисыздар ма? Мына алдыңғы свет сөндіреміз бе? Алдыңғы свет сөне ме? Алдыңғы свет сөне ме? Танисыздар ма мына кісіні? Қандай мультик мынау? Енді келесі біздің дүкендегі құқықтан басқа әлеуметтік желідегі құқықтарымыз бен міндеттеріміз бар. Әлеуметтік желінің ең көп тарағаны YouTube. YouTube'тағы тарап жатқан нәрселерді мысалға. Енді көп балалар мультфильм көреді. Сіздер не істейсіздер балаларға? Бір қонақ келетін кезде айтасыз, мә, планшетті алдап, көріп отыршы, тыныш отыршы. Мен главный өзімнің салатымды істеп алайын дейсіз. Сөйтесіз ғой. А ол жерде не көріп жатқаныңызды білесіз ба? Бақылай аласыз ба? Бақыламайсыздар. Мынау рога и копыта сөнбей ме екен алды? Рога и копыта деген тұяқтылар мен мүйіздер деген мультфильм. Сондағы мынау сиыр ма? Бұқа бұл. Көрдіңіздер ма? Желіні бар? Мынау мультфильмде бұқа болып ойнайды. Осының әкесі бар, мынау ұлы. Осының әкесі бар еще. Мынау сол фермадағы бұқалар, сиырларды басқаратын бұқа. Көріңіздер, рогада и копыта, балаларыңыз өте жақсы көреді бұл мультфильмді. Мынау бұқа. Ал сіз байқамайсыз, мына жерде желіні бар ма, жоқ па, оны байқамайсыз. Шошқамен бірге жатыр ғой. Жарайды, отыр. Мынау дауысы жуан. Желіні бар. Бұқа болып ойнап жүр бұл. Атын ұмытып қалдым қазір. Келесі нені көрейік? Мынаған әкелу үшін. Мынау кім білесіздер ме? Кончита Вурст. Евровидениенің ұтып алған еркек дейміз бе, әйел дейміз бе, кім дейміз үшін? Еркек десең ренжіп қалуы мүмкін, бұл сотқа беруі мүмкін. Адам. Үшін. Евровидениені ұтып алған Кончита Вурст деген адам. Сақалы бар. Так, сақалы бар. Мына киімі, мынаған не үшін берген білесіздер ме? Халықаралық дау болып кетпес үшін берді. Өйткені себебі біздің меншинствоны, әлеуметтік азшылықты кемсітіп жатыр. Бұл транссексуал болған үшін деп, сотқа бермесін деп, мынаған бере салды. Евровидениеде. Анау бұқаны көрген балалар, мынау да нормальный нәрсе екен ғой деп, мынандай болғысы келіп кетуі мүмкін. Осы жақында ғана білесіздер ғой, бір апта бұрын Англияда біздің Қазақстанның ең мықты деген медиа магнатының ұлы күйеуге шықты деп айтамын ба, не деп айтамын? Күйеуге шықты. Ол неден? Жаңағы мультфильмдерде болып жатқан 25-ші кадрлардан, 25-ші кадр деген түсінесіздер ме? Естуіңіз бар ма? Ақырын подсознаниедегі, мынау түйсіктегі нәрселерді ояту, ақырын. Оның өзі бірнеше направлениесі бар. Мынау бір направлениесі ЛГБТ. ЛГБТ деген лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы, гомосексуалисты.
осыны сіздер бақылайсыздар ма, балаларыңызбен қарайсыздар ма, не көріп жатқанын қарайсыздар ма? Мынадан басқа Monster High, Minion'да мысалға мүлдем жыныс жоқ. Minion деген көресіз? Так, Шректің өзінде де кішкене осындай моменттер бар. Так, ал оларды балаға түсіндіріп айту керек. Бұл сенің, ол білмейді ғой, подсознание кетіп жатыр. Екінші направлениесі ол ранее половой зрелость. Ана кішкене 25-ші кадрдың ішінде ерте жыныстық жетілуді насихаттайтын нәрсе бар. Оны сіздер байқамайсыздар, біз маман ретінде байқап тұрмыз. Ал енді қараңыз. Жыл сайын айтамыз, ойбай, аборт деген жыл сайын көбейіп кетті, 15-16 жасар қыздарда аборт деген сұмдық көбейіп жатыр дейміз ба? Себебін біз ата-анадан іздейміз, тәрбиеден іздейміз. Ал ата-ананы тәрбиелеп жатыр ма баланы қазір? Баланы экран тәрбиелеп жатыр. Ел боламын десең экраныңды түзе дейді ғой. Ол экран мынау міне. Байқасаңыз, енді осы туралы бірнеше жыл болды айтып жүргенімізге, мен студенттерді қатыстырумен, тағы басқа қатыстырумен бірнеше зерттеулер жасағанбыз. Депутаттарға шықтық, депутат емес ол кезде. Былтыр осыған күрес туралы, яғни балаларды денсаулығы мен дамуына зиян тигізетін ақпараттан қорғау туралы заң 2018-де қабылданды. Оның инициаторы менмін. Енді бірақ ол заң әлі шикі. Ол нешік? Мен 3-4 жыл бұрын шықтым, ол кезде депутат емес, Бекболат Тілеухан. Бекболат Тілеуханның кейбір сөздері маған қазір ұнап жүрген жоқ. Бірақ ол нешік? Бар деп айту керек. Соның басып отыруымен, күш салуымен сол заң қабылданды былтыр 2018-де. 2018-дің аяғында күшіне енді. Бір-ақ жыл болды күшіне енгенде. Бірақ ол заң шикі әлі. Ал шикі болса, шикіліктің орнын сіздер толтыруларыңыз керек. Ата-аналар толтыру керек. Қарапайым халық толтыру керек. Сол кезде ғана біз анау сіздер қазір түйсіктеген ол құрал ғой, үлкен құрал, иә? Подсознание, түпсана дейміз. Сол құрал жағын пайдалану үшін келіп тұрсыздар мұнда. А оның бір кісілер жаман жағын пайдаланып жатыр. Ол кімдер? Өйткені дүниеде адам көбейіп кетті, 8 миллиард адам бар. Ал 7 миллиардтан асып кетті. Сол миллиард адамды тоқтату керек. Не үшін? Қалай? Осылай тоқтату керек болып жатыр. Ол үшін не істейді? Ол соғыстың 3 түрі бар. Мануфактуралық соғыс, қылышпен соғысу. Онда біз теңдессіз болғанбыз. Екінші соғыс. Бұл екінші соғыс технологиялық соғыс. Онда біз сорлап қалдық. Иә? Үшінші соғыс ақпараттық соғыс. Біз одан да сайын зорлап жатырмыз. Батпаққа кірдік. Ақпараттық соғыс. Любой соғыстың бірақ шарты бар. Ұрымтал жерден күтпеген жерден ұру керек. Ал ұрымтал жер бізде неде? Балаларда. Ұрымтал жер. Мынаны көріп жатырсыздар, сіздер байқамайсыздар, не көріп жатқандығын қарамайсыздар да. Ішінде оның 25-ші кадр болып жатыр ма, түп санасын пайдаланып жатыр ма, пайдаланып жатқан жоқ па? Ойласып та көрген жоқсыз ол туралы. Ал байқайсыздар ма, балалар рекламаны жақсы көреді. Кез келген балаға реклама қойып қойсаң жыламайды. Мысалға жылап жатады да, реклама болған кезде жүгіріп келеді, қарайды. Сосын эксперимент жасаңыз үйден. Баланың эксперимент жоқ. Реклама қарап тұрады ғой. Сол кезде алдына мынандай журнал қойыңыз. Бір қағаз қойыңыз. Ол сізбен ұрыспайды. Ол былай қарайды. Сосын сіз былай қойсаңыз былай қарайды. Содан кейін барып ұрысады. Неге? Өйткені ананы отрывать ететін күш жоқ. Өйткені себебі рекламаның барлығы подсознаниеге есептелген. Бола ма сіздерде магазинге кіресіздер, нан аламын деп шығасыздар. 25 мың теңгеге зат алып шығасыздар, керек емес. Сосын нанды ұмытып кетесіздер. Болады ғой? Бұның барлығы подсознаниемен есептелген. Дофаминді дамыту, тағы басқаны дамыту. Ал реклама сондай. Балалар ең құрбандарымыз біздің балалар. Ең әлсіздер солар, сорлап лақтырып жатырмыз. Ертең сосын айтамыз, неге аборт болып қалды, тағы болып қалды, неге гомосексуалист болып кетті деген сияқты әңгімелерді. Келесі енді әлеуметтік желідегі тағы бір ең үлкен біздің қазақтардың арасында үлкен мәселе бар. Келесі кадр. Так, мынаның алдын сөндірейікші, вообще сөндіртпекші. Көрейікші. Өзі мынаның светі қайда? Так, не көріп тұрсыздар? Макас, иә? Свет қандай? Так, розовый, сосын қандай? Жоқ, розовый ақ. Бір адам розовый ақ көріп тұр. Екінші адам? Қандай? Көкшіл, сосын мынау? Бледный розовый. Бледный розовый, біреуге серый. Солай ма? Қазір ана свет сөндірсе жақсылап көреміз. Негізі мен бұларға сенбейтінмін алдында. Сосын бұл сияқты бірнеше эксперименттеріміз бар біздің. Соны қарап, оказывается, енді қараңыз. Мен мынаны жасыл көріп тұрмын да, мынаны сұрғып көріп тұрмын. А сіздер розовый көріп тұрсыздар мынаны. Кейбіреулер.
мә ана жақта екен ғой светтің барлығы. Алдың светті ғана. Алдың свет, о. Так, о. Ал қандай көрінді? Мынау розовый, мынау ақ. Бледный розовый. Жақсы. Так, кім розовый көріп тұр? Кім жасыл көріп тұр? Мынау жасыл көріп тұр. Бледный жасыл, бледный. Көк пен жасылдың ортасында. Енді қараңыз. Мен жасыл көріп тұрмын шынымен. Серый бар. Мынау серый. А сіздер оны ақ көріп тұрсыздар. Енді осыны қараңыз. Әлеуметтік желіге біреу салады да айтады. Мынау бір жақсы макас екен. Мына әсіресе мынаған баулары мен мына полоскасы ұнады. Маған жап-жасыл болып әдемі болып тұр десем, жұрттар мені не дейді? Ей, көзің соқыр ма? Бізде әлеуметтік желі айтпаса ол көзің соқыр сенің. Сен көріп тұрғансың ба розовый ғой мынау? Әлде дальтониксің ба? Сосын мен айтамын, шаруаң болмасын деймін. Ал екеуміз ұрысамыз. Содан макаш жайына қалады. Комментарийде былай кетіп бір-бірімізді боқтай бастаймыз. Осы үшін сотталуы мүмкін. Осы үшін сотталуы мүмкін. Байқамай, ауырмай сөйлеген, аңдамай сөйлеген, ауырмай өледі деген сондай болып қалмас үшін біздер мына әлеуметтік желідегі құқықтар мен міндеттер деген оны да өтеміз, тақырыпқа өтеміз, жасаймыз. Өйткені себебі байқамай кейде. Мысалы анау нарық фермек деген болды ғой, Каспий банктың бірінші жауы. Білесіздер ме? Украинаға қашып кетті. Неден Каспий банктан қашып кеткен жоқ? Неден білесіздер ме? Анау мұрты бар бір жігіт бар ғой, кім Мұрат Теребеков деген. Соның қазақтарды қорлайтын бір несі болған. Кітабының бір үзіндісі. Сол үзіндіні бөліскені үшін сотталып кетті анау. Ұлтаралдықты қоздырды деп. Бөліскені үшін сотталып кетті. Өз жазбаған. Ал осы сияқты байқамай айтып қолдарыңыз мүмкін сөздер бар. Сондықтан біз сақтандыруымыз керек. Мына сөзді айтпа. Мысалы тіліңіз қышып барады, айтқыңыз келіп тұр, қатты айтқыңыз келіп тұр да. Не істеу керек? Заңды жол бар оның айтатын. Міне былай айтсаңыз, ешкім сізге заңды жолдан сізге кінәрат қоя алмайды. Кінәрат қоя алмайды. Бәрі заңды болады. Бәрі заңды болады деген, оның әрқайсының әртүрлі жолы бар ғой. Мысалға айталық. Анау сәукелемен түсетін жалаңаш түсетін қыз бар емес па? Сол. Мысалы соны алып, мына бір оңбаған қараш десеңіз, сіз сотқа беру ықтимал. Ал біреу мына бір мысалға соны сіз алып, мысалға ол фотомды қайдан алдың дейді, тағы басқа сіз сол фотоны алған кезде ең бірінші этапы сілтеме жасауыңыз керек. Фото біріншінің парақшасынан алынды. Сол кезде сізге біріншіден претензия жоқ. Фото туралы. Екіншіден, так, алған кезде сіздерде адамның аттары болмау керек. Конкретно біреудің атын айтсаң, оңбаған бәленше деп айтсаңыз, ол точно соттың любой экспертизасы жақтай жатыр. Ал адамдардың аттары жоқ па? Соттың экспертизасы мен оны айтқан жоқпын. Мысалға, Алтынбек Сәрсенбаев деген марқұм кісіні білесіздер ғой, кім Серік Абдрахманов деген кісі қорлады кезінде. Былай деді. Онда ол деді, Сәрсенбаев айтты. Лаврентий Павлович болды ғой деді. Естеріңізде бар ма әлеуметтік желілер арқылы? Сосын Лаврентий Павлович деген кім? Берия. Сталиннің қасында жүріп көп адамды қырған адам. Сол кезде Алтынбек Сәрсенбаев кімді сотқа берді да 1 теңге талап етті. Жеңу үшін ғой енді. Сол кезде Серік Абдрахманов не істеген білесіздер ме? Толстойдың 90 томының ішінен Лаврентий Павлович деген ешкімге зияны жоқ бір жүрген кейіпкерді таңдап алып, мен соны айтқам деді. Сот жабылды сонымен. Білесіздер ме? Келесі? Енді біз бекерден бекер айтып жатқан жоқпыз. Мен қайраткер деген курс ашқам. Бұл көшедегі, дүкендегі, жұмыстағы, әлеуметтік желілердегі құқықтар мен міндеттерді үйрететін. Алмас Жұмағай деген менің атым, заңгер. Қайраткер деген курс. Бұл ары қарай енді біз Алмас ақын мырзаның көптен бері таныстығымызды, мүдделестігімізді, бір-бірінен жақын қарым-қатынасымызды ескеріп, осы Алмас ақынның шәкірттеріне біз 25% жеңілдікпен қабылдап жатырмыз. Ол офлайн тікелей қатысу болатын болса, бұрын 16 сағат
16 сағат, 4 сағаты дүкендегі құқық, 4 сағаты көшедегі құқық, 4 сағаты жұмыстағы құқық. Жұмыс деген құр жұмысқа барып келу емес, кез келген ақша табу жолындағы құқықтары, ақша табу. Яғни біреу стройкаға келдіңіз, айтады да, мынаны істеп бер дейді, кетеді. Не қолхат алмайды, адамдар қолхат жазу білмейді даже. Қолхат жазу білмейді. Сосын әлеуметтік желідегі құқықтар міндеттері 4 сағат сол. 16 сағаттан тұрады, офлайн болса әр сағаты 1000 теңгеден 16 мың теңге болатын, Алмас ақынның шәкірттеріне 12 мың теңге, 25%-ін алып тастағанда. Онлайн қатысу, бірден қатыссаңыз да болады, кейін көріп алсаңыздар да болады. Кейін. Қазір. Онлайн қатысу 8 мың теңге болатын, 6 мың теңге, 25%. Енді былай, мына 8 мың теңгені адамдарға айтамын ғой, 8 мың теңгені мысалға беріп кетті. Кісілер 6 мың теңге ғой, береді. Қорқатта, ой, мен мысалға дүкендегі құқықтарыңызда ешкіммен ұрысып төбелесіп керегі жоқ. Претензия қойдыңыз ба? Адамдар кейде дүкеннің несі өзі жүгіріп келеді, айтады. Давай, келісейік осы жерден. Сен претензия немеуді жазып бересің? Мен саған 200 мың теңге бере салайын. Сөйтіп айтатындар бар. Сол кезде қолхатты қалай жазу керек екенін үйрету керек бізге. Қалай? Өйткені себебі сол жаңағы 8 мың теңгемен адамдар кейін заң бұзушылық болып жатыр, ұрыспайды, төбелеспейді, бірінші претензия қоя салады, болды. Осыдан-ақ келеді. Неге? Дүкен үшін сізбен договориться ету мүдделі, оңай жолы. Өйткені сізбен договориться етпесе, сіз сотқа шейін барсаңыз, әлеуметтік желіге жариялап жіберсеңіз, оның артында тағы 1000 адам келіп 500 мың теңгеден сұрайды. Сондықтан да сізбен договориться ету оңай, және оған зүй салған оңай. Мысалға, жоқ, пара деген вообще халық өзі пара деп түсінеді, бірақ ол 3 түрлі қылмыс бар. Бірінші, пара бар, заңсыз сыйақы алу бар, коммерциялық сатып алу бар. Мысалға, гаишникке берсеңіз, ол өзінің міндетін орындамаған үшін ақша алып отыр ғой, ол пара. Ректорға беретін болсаңыз, диплом жазып берсін деп, онда ол коммерциялық сатып алу. Ал медсестраға справка жазып бере қойшы, мен жұмыстан қалып қойдым десеңіз, онда ол заңсыз сыйақы алу. Ал мынау екеуінің арасындағы азаматтық құқықтық келісім. Өйткені себебі сіздің моральдық шығыныңыз өтеп тұр. Сіз өйткені сотта да осыны сұрайсыз сіз. Сотқа барасыз, айтасыз 500 мың теңгемді беріңдер. Өйткені неге? Мен сіз үшін нервімді кетірдім, тағы басқа жасадым, еще менің құқығым шектелді десеңіз, соның орнына ол пара алу емес. Ол қазір заңның барлығы сіздің жағыңызда, бірақ сіз оны білмейсіз. Заңның бүкіл осы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңды қараңызшы, соның барлығы сіздің жағыңызда. Бірақ соны сіз ұқпайсыз, соның мүмкіндігін пайдаланбайсыз негізі. Ақша да алмай қойыңызшы, түрдім да керек жоқ. Ең болмағанда өзіңіз қайраткер боласыз. Неге оның аты қайраткер? Практикалық курс. Ең бірінші адам өзіне өзі қайраткер болу керек. Сосын өзінің отбасына қайраткер болу керек. Содан кейін ортасына, содан кейін барып қоғам қайраткер болмай қойыңызшы. Бірінші өзіңіз қайраткер болыңыз бірінші. Ең бірінші мәселе сол. Жазылам десеңіздер, ана телефонға қайраткер жүрші. Мынау екі телефонға жаздыңыздар, Айда деген менің көмекшім, Алмас ана өзім. Жазам десеңіздер 2 күн. Менің атым Алмас. Алмастар жаман болмайды ғой білесіз ғой. Қазір. Так, 2 күн. Осы 11-і ғой, 12-сі, 13-і күні сағат 12-де жабамыз. 15 күні бастаймыз. Алла қаласа, онлайн офлайн курсты келесі потогын бастаймыз. Соған дейін жазылам десеңіздер, енді қалай дәлелдейсіз Алмас ақынның шәкірті? Сертификаттарыңыз болса, копиясын жібересіз. Болды. Ал жоқ, енді ғана кіріп жатырмын Алмас ақынға. Енді оқып жатырмын десеңіз, кураторларыңыз, суперкураторларыңыз подтверждение береді, болды. Жақсы? Сол үшін біздің арамыздағы сыйластық есебінде сіздерге 25% жеңілдік. Жақсы? Сіз өз қалталарыңызға басыңыз. Алла разы болсын. Нағыма, пайдасы дейді ғой. Алмас аға үлкен рахмет. Қадірімізде деген сөз бар ғой, алмас жерде қалмас демекші. Бұл кісімен біраз ілім алсаңыздар, кеңес алсаңыздар, жерде қалмайсыздар, құдай қаласа. Шынымен де практик, қайраткер деген курсына қатыссаңыздар, 25% жеңілдік беріп жатыр сіздерге. Біздің рухани жаңару орталығының атынан құрметті Алмас Жұмағали мырза, рухани жаңару өзін үздіксіз дамыту орталығы Алматы қаласында 11 желтоқсанда ұйымдастырған достық шетел форумына арнайы келіп, заң саласындағы өз тәжірибеңізбен бөлісіп, жас буынға өз құқығын қорғаудың жолдарын көрсеткені үшін алғыс айтамыз.
халықтың, қоғамның, елдің арасында татулықты, достық қарым-қатынасын нығайтуда үлкен үлес қосқаны үшін көп рахмет айтамыз. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат және ісіңізге береке мен жетістіктер тілейміз. Бақытты, бай, қуатты болыңыз, отбасыңызға береке, шаттық, махаббат тілейміз. Орталығының президенті Алмас Ақын. Құтты болсын. Рахмет. Күреміз дейсің ба? Сонымен бірге біздің орталықтың атынан мынандай бір естелік сыйлығымыз бар. Әдемі ақшадан да қымбат нәрсе бұл, өте қымбат. Өзіңіз айтасыз кейін ел-жұртқа құтты болсын. Бізден естелік сыйлықты қабыл алдыңыз. Рахмет. Мейір махаббатпен қабыл алдым дейсіздер ме? Иә, мейір махаббатпен қабыл алдыңыздар.